Егер кәмелет жасқа толмаған болсаңыз, бұл видеоны қарамаңыз. Себебі Қазақстан тарихындағы ең қатыгез қанішерлердің бірі жайлы айтылмақ. Ел аузында Казгуградты құбыжық деп аталған бұл қанішердің қылмыстары адам шошырлық. 1988 жылдың 23 қазанында Әл-Фараби Қазақ ұлттық университетінің аумағында 22 жастағы Айжан Жұмабаеваның мәйіті табылды. Марқұм бауыздалған, ал екі аяғын кесіп, бірнеше метрге лақтырып жіберген екен. Сондай-ақ бойжеткеннің зорланғаны да анықталды. Нәтижесінде университет аумағында бір жыл ішінде тағы 4 студент қыздың мәйіті табылады. Бәрі зорланған және бауыздалған. Тіпті кейбіреуінің дене мүшелері кесіп алынған болып шықты. Алайда 6-шы құрбаны қанішердің түбіне жетті. 1989 жылдың 28 маусымында ғашықтарға шабуыл жасап, жігітті пышақтап тастаған. Ал бойжеткенді зорламаққа оқталғанда кездейсоқ куәгерлер қанішерді үркітіп жібереді. Аман қалған жәбірленушінің арқасында Казгуградты құбыжық құрықталды. Ол 24 жастағы Иван Манчиков болып шықты. Анықталғандай, ол 1980 жылы кәмелет жасқа толмаған қызды қорлағаны үшін 8 жыл қамалып шыққан екен. Сот шешімімен өлім жазасына кесіліп, Манчиков 1993 жылы атылып кетті. Аталмыш формат ұнаса, пікір қалдырып, лүпіл басып кетіңіздер.